Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өзімнің жасайтын палаудың видеосын түсіріп алдым. Енді сіздермен бөлісетін боламын. Ең алдымен қосатын заттарымызды қабығын ашып, жуып, тазалап, осылай турап, дайындап қоямыз. Сәбізді осылай ұзынша етіп турап аламыз. Пиязды да турап аламыз. Және етті мен осылай үлкен-үлкен қылып бөліп аламын, майдалап турамаймын. Піскен соң тамақтың бетіне майдалап турап саламын. Қызып тұрған майымызға зираны саламыз. Зира қуырылған кезде иісі шығып, палауға әдемі дәм береді. Одан кейін етті саламыз. Барлық етімізді салған соң жақсылап қуырамыз. Екі жағы барлық шеті қуырылу керек. Сонда тамақ дәмді болады. Аударып бетін жауып, тағы да араластырып, аударып, осылай мен қуырып алдым барлық шетін. Одан кейін пиязды салып, оны да 10-15 қызарып, пияз өлгенше, өліп, ашысы кетіп, қуырылады. Солай қуырамыз, бетін жауып, арасында араластырып отырамыз. Осылай әрқайсысын қуырып отырған өте маңызды, тамаққа әдемі дәм шығады. Сәбізді де салған кезде иіскеп көрсеңіздер, шикі иіс шығып тұрады. Оны да өте көп қуырамыз, араластырамыз, бетін жауып, сәлекел қақпағын ашып, араластырып, осылай қуырып отырамыз. Мен ұзақ қуырамын, соңында буын иіскеп көрсеңіздер, қуырып болған кезде сәбіздің шикі иісі кетеді. Сол кезде сәбіз қуырылып болды деген сөз. Сонда палауда сәбіздің дәмі әдемі, тәтті болып тұрады. Сәбіз, пияз барлығы қуырылып болған соң су құямыз. Суды қанша құямыз? Мен литр, килограмм, еш нәрсе есептемеймін. Осылай ішінде етке қарап құямын. Міне ет толық батып тұрмау керек. Қатты аз болмау керек. Ет кішкене көрініп тұру керек. Енді бетін жауып қайнатамыз. Қатты қайнаған соң астын пәсетіп, жай отта қайнатамыз. Мына жерде мен бір бокал күрішке қанша су құятынды жай өлшеп көріп жатырмын, сіздерге оңай болсын деп. Бірақ бұл күріш өте аз. Мен өте көп күрішпен палау жасағанмын. Бұны бөлек әдейі түсіріп алғанмын. Мысалға, мына бір бокал күріш 350 грамм шықты. 350 грамм күрішке мен 2 бокал су құйдым. Күріштің, палаудың шашырап және дәмді болып пісуінің фишкасы мен қатты қайнап тұрған суға жуамын. Қайнап тұрған суды күріштің үстіне құямын. Осылай араластырып тұру керек. Құйып тұрған кезде болмаса күріштер бірігіп жабысып қалады. Құйып, жуамын, төгіп, тағы да ыстық су құйып, жуамын. Сонда күріштің сыртында крахмалы кетеді. Осылай 3 рет қайталаймын. Ыстық суды құйып, араластырып, жақсылап араластырып, суын төгіп тастаймын. Ең соңында осылай суы тазарады, крахмалы кетеді. 3 рет қайнаған суға жуып алған соң, еті пісіп қалған уақытта
газдың астын қатты көтеріп, суды қатты қайнатамын. Қатты қайнап тұрғаннан соң мен болгарский перец саламын. Болгарский перец өте ерекше дәм береді палауға. Қатты қайнап тұрған судың үстіне күрішті жақсылап орналастырамын. Бірінші кепкірмен осылай барлық жеріне салып аламын. Одан кейін арасын тығыздап, бос орындарды тағы да толтырамын. Менің күрішімнің барлығы кетті. Барлығын салдым. Барлығын салып болған соң, осылай кепкірмен жақсылап суға батып тұру керек. Үстіп орналастырып, бетін тегістеп, одан кейін бетін қақпағын жауып, қазанның қатты отта қайнатамын. Қатты отта астындағы суы орташа тартылғанша қайнау керек. Күріш салмай тұрып, тұзын, барлығын, дәмін көріп, тексеріп аласыздар. Тұз аз болса, тұз саласыздар. Міне осылай тегістеп, бетін жауып қоямын. Қатты отта тұр асты. Қатты отта қайнатып, бетін жауып қоямыз. Орташа суы тартылғанша қайнау керек. 15 минут, 20 минуттан кейін ашып, жайлап бір шетін кепкірмен көресіздер. Орташа суы тартылған соң, тартылса, астын пәсейтеміз. Жай отқа қоямыз. Одан кейін жан-жағын барлығын кепкірмен жақсылап араластырамыз. Палауды барлығын араластырып, осылай жинаймыз. Міне осылай жинаймыз, ортаға жинаймыз, кепкірмен шетін басып, кіргізіп, ортаға жинаймыз. Мен чеснокты осылай бүтіндей саламын. Түбін пышақпен қырып, жуып, ашылған қабықтарды алып тастаймын. Жуып шайып, дайындап қоямын. Қасықпен осылай салып, басып, ортасына кіргізіп, кепкірмен тағы да ортаға жинаймыз күріштерді. Қазанның шет-шетіндегін көтеріп, ортаға жинаймыз, биік қылып. Сонымен жинап болған соң, осылай кепкірмен тесіп шығамыз, үстін ғана. Палауды жайып тастамаймыз, ортада жиналып тұру керек. Осылай тескеннен кейін, 4 жерінен, 5 жерінен тескеннен кейін, бетін жауып, жай отта жарты сағаттай тұрды. Жарты сағаттан кейін ашып көріп, бетіндегі кішкене азғантай ғана күріштер шала болуы мүмкін. Сондай жағдай болса, астын өшіреміз. Тағы да бір араластырып, шай дайын болғанша бетін жауып қойып қоямыз. Менікі толықтай пісіп тұр. Арасында 1-2 ғана шикі болып тұр. Астын өшіріп қоямын. Астындағы оттың қызуымен қалған күріштер пісіп шығады. Міне күріш пісті, барлығы таза пісіп шығып тұр. Артық су құйсаңыздар, артық отта ұстасаңыздар, күріш езіліп кетеді. Піскен етті бөлек салып алып, осылай турап, бетіне саламын. Видео ұнаса лайк басып, тіркеліп, каналға жазылып қойыңыздар. Түсінбесеңіздер, комментарийға сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Видеоны қайталап көріңіздер.